Армысыздар, құрметті көрермендер, бүгінгі арнайы шығарылым өзекті мәселелердің біріне арналмақ. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, Қазақстан өз-өзіне қол жұмсау әрекеті бойынша 7-ші орында, ал Орта Азия елдері қатарында көш бастап тұр. Бұндай қорқынышты статистиканың көтерілуіне не себеп? Қиын жағдайға ұшырағанда жастар неге өз-өздеріне қол жұмсайды? Бұл әрекетке кім кінәлі? Бұл түйткілді мәселенің түйінін бүгінгі арнайы шығарылымда бірге шешетін боламыз. Суицид деңгейі жоғары елдердің көпшілігі кедей болғанымен, кейбір дамыған және бай елдерде де кездесіп жатады. Әдетте өз-өзіне қол жұмсау әйелдерге қарағанда ерлерде шамамен 3 есе жиі кездеседі екен. Қазақстанда, Орталық Азияда орналасқан ірі елде өзін-өзі өлтіру табиғи емес өлімнің және ұзақ мерзімді әлеуметтік проблеманың жалпы себеп болып табылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2011 жылғы есебіне сәйкес, бүкіл әлемде жыл сайын өз-өзіне қол жұмсау нәтижесінде қайтыс болатын адамдардың 3,23% Қазақстанға тиесілі. Бұл елде суицид әсіресе жастар мен студенттер арасында үлкен проблема болып табылады. Жасөспірімдердің суицидалды мінез құлықтың алдын алу және психикалық денсаулықтарын сақтауға мейлінше көп көңіл бөлген дұрыс. Себебі елімізде қайғылы статистиканың саны артып келеді. Жасөспірімдердің қиын жағдайға тап болғанда не себепті өз-өзіне қол жұмсайды? Бұған не түрткі? Бұл жайлы біз Семей қаласының нөмір 10-шы мектеп психологынан сұхбат алып анықтап білдік. Сәлеметсіз бе, Айдана Айбекқызы? Осы соңғы жаңалықтарда біз біліп жатырмыз, суицидке өз-өзіне қол жұмсайтын жасөспірімдердің саны артып келеді. Осындай қорқынышты статистиканың болу себебі неде? Неге жастар қиын жағдайға ұшырағанда өз-өздеріне қол жұмсайды? Сәлеметсіз бе? Жалпы суицид деп отырғанымыз ол адамдардың өз-өзіне қол жұмсауын айтамыз. Қазіргі кезде ең актуалды проблемамыз ол жасөспірімдердің өз-өзіне қол жұмсауы және суицидқа баруын айтамыз. Соңғы 5 жылда 15 пен 19 жас аралығындағы жасөспірімдер суицидке баруы 7%-ға өскенін білеміз. Ал статистикалық мәліметтерге сүйенсек, қазіргі кезде 3-тен 2 бөлігі осы жасөспірімдердің депрессияның себебінен көз жұматынын белгілі болды. Жалпы депрессияға түскен адам өзін, яғни ешкімге керегі жоқ, өзін жалғыз сезінеді. Көбінесе проблемалардың көп болуы осы депрессияға ұшыраған адамдарды айтамыз. Жақсы, рахмет. Қазіргі таңда қайғылы жағдайлардың алдын алу үшін жасөспірімдермен қандай жұмыс атқарылуда? Жалпы кез келген адам сәтсіздікке, қиындыққа тап болады. Оған қарамастан әр адам төзімділікпен оны шеше білу керек. Өз-өзіне қол жұмсауысы көбінесе үмітсіздіктен, мақсатсыздықтан, келешекке сенімсіздіктен, жанның тыныштығы болмаған кезде туындап отырады. Қиналған сәтте адам өз-өзіне деген сенім болу керек, ең біріншіден. Ал екіншіден, ата-ана ретінде ата-ана өз баласына күнделікті жағдайын сұрап отыру керек. Мысалы, бала мектептен келді, балам қалың қалай, немесе баланың психологиялық жағдайы қандай, жалпы оны не мазалап жүр деген сияқты көңіл күйлерін сұрап отыру керек ата-ана ретінде. Үшіншіден, қазіргі кезде барлығымыз білеміз, жасөспірімдердің көбінесе суицидке бару себебі бұл ұялы телефондар, яғни ұялы телефонның ішінде әлеуметтік желі. Әлеуметтік желіде жақсы нәрсе бар, балаға зиянсыз нәрселер де бар екен білеміз. Сондықтан да ата-ана ретінде өз баласын ұялы телефонды шектетуге және де әлеуметтік желіде бір шектеулі ғана уақыт отыруын қадағалау керек ата-ана ретінде. Ал төртінші себебі бұл, яғни тағы да ата-ана ретінде ата-ана өз баласын түрлі секцияларға беру керек.
Ол қандай секциялар? Мысалы, спорттық секциялар болады, өзін-өзі дамытатын секциялар, тілге баратын секциялар болады. Сол секцияларға беру арқылы баланың уақытын үнемді пайдалануға болатынын түсіндіру қажет. Жақсы. Ал осы сіз ерекше балалармен жұмыс жасайсыз, ерекше балалардың өзінің бір суицид жайлы ойлары болды ма, және де бұны қалай шешесіз? Көбінесе ондай балалардың ойында ондай суицидке деген, өзін-өзі қол жұмсауға деген ойы болмайды, немесе аз болады. Егерде бізде ондай жағдайлар кездессе, біз ол баламен біріншіден жеке жұмыс жасаймыз, психологиялық жұмыс жасаймыз, педагогикалық жұмыс жасаймыз, және де оның ата-анасымен де бірге жұмыла жұмыс жасайтын боламыз. Өз-өзіне қол жұмсау әрекеттерге барудың негізгі психологиялық факторлары: көңіл-күйдің төмендігі, жақын адамның өлімі, жанұядағы келеңсіз жағдайлар, түсініспеушілік, қызғаныш, алдану, тағы басқа, бопсалау, әлімжеттік жасау, қорқыту, қаражатқа байланысты қиыншылықтар, бақытсыз махаббат және тағы басқа. Осы жағдайларды басынан кешкен жандар өз-өзіне қол жұмсап, сәл қиындық кездессе кейбірі шыны сияқты шытырлап, сынып қалуға, ажалды еш үрікпей күтіп алуға әзір тұрады екен. Бүгінгі таңдағы өзекті мәселені әркім өзінше қабылдап, өзінше топшылайды. Біреулері әлеуметтік жағдайдың қиындығынан барады десе, екінші біреулері денсаулықтың салдарынан деп біледі. Бұл жайлы біз қала тұрғындарынан сұрастырып білдік. Енді суицид туралы айтатын болсақ, ол енді мына біздің Қазақстанда әлеуметтік жағдайға байланысты деп ойлаймын енді өзім. Енді жастардың арасында да суицид көбейіп кетті. Ол неден? Біздің енді өмірлік жағдайымыз, жұмыс жоқ жастарда, жалақылық жоқ, былай қарасан енді. Мемлекеттен көмек аз деп ойлаймын. Сол мен мойымша енді. Бірақ бір жағынан еще психикалық тоже енді қалай айтуға болады. Ол туралы енді семьяның, отбасыдан да байланысты ғой бір жағынан. Ну, своих детей в семье, дедушки, бабушки, родители, отец, мать должны любить, но никак не жестоко и не жестко обращаться. Надо находить подход, потому что у них еще хрупкая психика. И потом им не очень непонятны все жизненные устои, столько много информации на их душу падает. Это нужно все усвоить, и они иногда бывает, что дети не справляются с этим. И вот они замкнутся в своем миру, как говорится, и получается так, что они не находят выхода, у них получается, что тупик. Поэтому получаются вот такие несчастные случаи. Поэтому общество, и особенно в школе тоже, иногда педагоги бывают, во главе угла ставят, допустим, свой предмет. Но где-то вот, знаете, Чехов был вообще двоечник, плохо учился, и это великий писатель. Может быть, в ребенке скрыты какие-то другие способности, может быть, по-другому как-то педагогам тоже надо подходить. Детям, я считаю, что сейчас больше всего трудно детям. Трудно подросткам вот именно в их переходном возрасте. Тогда, когда они маленькие, они вот кукла, игрушки где-то. Потом, когда они заглядывают в жизнь, она вот по сути дела это не детство, где-то уже и не взрослая жизнь, не детство. Это переходный возраст. Он им очень трудно достается. Шыдай түс, шыда тағы. Шыдамдыны мұна өмір ұнатады. Үміттің құлан ек құлатаны әйтеуір бір атады деп Мұқағали атамыз айтпақшы. Әр қиындық артынан міндетті түрде жеңілдік келетіні сөзсіз. Осымен біздің арнайы шығарылым аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.